Қойылым орманның соңғы үні. Келіңдер мен қарақтарым, жаныма жақын отырыңдар. Бүгін мен сендерге ертегі айтпаймын. Бүгін мен сендерге тіршіліктің өзегін, адамның аманатын, жер ана туралы сыр айтамын. Әже, тағы да қызық әңгіме айтасыз ба? Табиғат туралы ма? Я, қарақтарым, бірақ бұл жай әңгіме емес. Бұл үнсіз жылаған орманның сыры, мөлдірлігі жоғалтқан бұлақтың назы, ұясын қорғаштаған құстың ғұны. Жүріңдер, орманға барайық, бәлкім табиғат өссін десек. Әже, не еткен әдемі орман, ауасы қандай таза. Құстардың үні де әдемі екен, осында күнде келін келеді. Табиғат тіршіліктің бесігі балам, ағаш жердің көркі, су өмірдің серігі, құс даланың әні. Бұларды жоғалтсақ, адамдар кедейленеді. Шех, тоқтаңдаршы, кетпеңдерші. Әже, торғай сөйлеп тұр. Ол неге мұндық? Таза жер емекссе, табиғаттың дауысы анық шығады. Мен кішкентай ғана торғаймын, бірақ менің де жаным бар. Мен де қорқамын, мен де жылаймын. Бұрын бұл орман әнге толы еді. Бұтақтан бұтаққа қонып, таңды қарсы алатынмын. Ұям да аман еді, балапандарым да тыныш еді. Ал қазір кей адамдар бізді байқамайды, ағаштың бұтағын сындырады. Жерге қоқыс тастайды, от жағып кетеді, ұямызды бұзады. Сондай сендерге адамдар зиян жасап жүрме? Шех, я, сендер үшін кішкентай нәрсе, біз үшін үлкен қасірет. Жерге тасталған бір пакет, балапанға тұзақ, сынған бір бұтақ, біздің үйіміздің құлауы. Өте аянышты екен. Қазір менің әнім бұрынғыдай шықпайды, себебі орманның жүрегі ауырып тұр. Әже, қасқыр! Қорқып кеттім. Қорықпаңдар қарақтарым, қасқыр да даланың перзенті, ол да осы жердің иесі ғой. Я, мен қасқырмын. Құдайдан мен тек жыртқыш көреді, бірақ бүгін мен сендерге аштық емес ақиқат айтып келдім. Қандай ақиқат? Орман азайып барады, ағаш құлап жатыр, бұлақ бұлғанып жатыр, жануарлар өткеннен айырылып жатыр. Адам кейде табиғаттың өзіне мәңгілік берілген дүние деп ойлайды. Жоқ, табиғатты шыршайды, табиғатты тозады, табиғатты ұсақтамайды, бірақ үнсіз жібереді. Сонда жануарларға да қиын ба? Қиын, өте қиын. Орман болмаса біз қайдан паналаймыз? Су болмаса не ішеміз? Табиғатсыз да адам өмір сүре алмайды, бірақ адам соны көбіне күйсінеді. Көріңдер ме қарақтарым, табиғаттың жарасы көзге көрінбейтін жара. Ағаш кесілсе, көлеңке азаяды, бұлақ ластанса, тіршілік азаяды. Құс жоғалса, даланың үні өшеді. Жануар қашса, орман жетім қалады. Есіңде болсын, табиғатты қорғау тек бір күндік шара емес. Ол адамдықтың өлшемі, ол ардың ісі, ол болашақ алдындағы жауапкершілік. Әже, біз оны қалай қорғай аламыз? Біз әлі баламыз ғой. Жоқ, Балам, үлкен өзгеріс кішкентай қадамнан басталады. Бір тал отырғызып, үміт, бір құсты қорғау, мейірім, бір қоқысты көтеру, ол тазалық, біреуі ескертайту, азаматтық деп есептемес шырақтарым. Мен енді табиғатқа немқұрайлы қарамаймын, қоқысты жерге тастамаймын, құстарға қамқор боламын, достарыма да табиғатты аялауды айтамын. Мен де уәде беремін. Қоқысты жерге тастамаймын, суды босқа ағызбаймын, ағаштарды сындырмаймын, орманды, жануарды, табиғатты қорғаймын. Егер сендердей балалар көп болса, менің әнім қайта оралады. егер сендердің жүректері оянса, орман әлі қалады. Қарақтарым, ертең сендер өсесіңдер. Бүгінгі орман, бүгінгі өзен, бүгінгі құс, ертеңгі сендердің балаларына қалатын дүние. Сол кезде олар бізге қандай жер қалдырдыңдар деп сұраса, не дейсіңдер? Біз жасыл жер қалдырғымыз келеді, Таза ауа қалдырғымыз келеді. ән өшпеген аспан қалдырғыларың келсе, жараланбаған орман қалдырғыларың келсе, онда бүгіннен бастап қарақтарым, табиғатты ертең емес, дәл қазір қорғаңдар. Табиғат
біздің ортақ үйіміз, оны қорғау әрқайсымыз. Таза жер, таза су, таза ауа, жарқын болашақ, жасыл әлемді бірге сақтайық. Табиғат бізге атадан қалған мұра емес, қарақтарым. Болашақта да аманатқа алынған қазына, сол аманатқа адал болайық. Біз Жаңажол жалпы орта білім беретін мектебінің Күншуақ қуыршақ театрының оқушыларымыз. Мен Әженің рөлін сомдаған және Қасқаның рөлін сомдаған Мұрат Жүкбекқызы. Мен немере ұлдың рөлін сомдаған Жұмағали Алихан. Мен немере қыздың рөлін сомдаған Садырбек Аяру. Мен құстың рөлін сомдаған Теміргалиева Сания. Назарларыңызға рахмет!